Шығармашылық мүмкіндігін арттыру, алға қарай ұмтылуды, өзінің күшіне, өзіне сенуін қалыптастыра білу, студенттерді кәсіби мамандығына деген мақтаныш сезімін ұялату, дамытушылық мақсаты, өздігінен ізденуді қалыптастыра отырып, ойларын дұрыс айтып жеткізу, логикалық ойлауды, еңбекке машықтану. Рухы асқақ, бірлігі бекем, еңсесі биік қалыппыз. Әрине, уақытша қиындықты да бірге еңсеріп келеміз. Індетке байланысты күрделі кезеңді де біздің Шымкент қаласындағы 6-шы колледж ұжымы да студенттермен жұмыс жүргізіп, қашықтықтан оқыту бойынша тәлім-тәрбие беруде. Болашағы жарқын елдің бірлікпен үндесетін әрбір қазақстандықтардың, соның ішінде жастардың тек қана алға жылжитынына мен кәміл сенемін. Мен Жәмила Қасымбекқызы, қазақ болып туғаныма қуанам, бұл мендегі асыл ойым ізгі арман. Тілім менен, дінім менен қолдаймын, желбіреген көк туымды самғаған. Дей отырып, талай белестерді бағындыратынымыз сөзсіз. Достар, әрқашанда біз біргеміз. Болашақ жарқын болсын, бірлікпен орта толсын. Біз біргеміз. Құрметті достар, бүгін нан болса әнде болады демекші, өрнекті үй пәтерін дайындаудың тәсілдерін көрсеткелі тұрмын. Ол үшін бізге мынадай шикізаттар қажет: ұн, ашытқы, тұз, жұмыртқа, сүт және күнжіт. Әрине, ашыту тәсіліменен қамырды ашытып аламыз, сәлден соң екі қайтара илейміз. Дайын болған қамырды бөлшектерге бөліп алып, оны жайып, арнайы қалыпқа салып, бетін өрнектейміз. Өрнектелген қамыр әрине әдемі шығу үшін ол шикізаттарды дұрыс пайдалана білуіміз керек. Соның соң ұнның қасиетіне де байланысты болады. Ерекшеліктері оның ашыту тәсілінде. Осылай қалыптың бойымен екі саусақпен өрнектеп отырамыз. Бұл 180 градустық пешке салынғаннан кейін қамыр көтеріліп, әдемі өң береді. Қамырға пияз қосады, өте майдалап, ұсақтап, турап. Болмаса шұжық қосып та дайындауға болады. Әрине, бірнеше тәсілдерін қалауымыз арқылы жасай беруге болады. Міне бізде енді мынадай әдемі өрнектелген нан шықты. Енді арасында ауа қалмауы үшін біз ортасын былай безендіреміз. Бұдан кейін біз жұмыртқаның сары уызын алып, түрлі бағытта әдемелеп жағып шығамыз. Бұл әрине нанның бетін қызыл түсті және өте жылтыр болып, әдемі болып пісуі үшін біз бетіне жұмыртқа жағамыз. Жұмыртқа мен нанның бетіне жағып болды. Енді күнжіт дәндерін әшекей ретінде қамырдың бетіне себеміз. Сеуіп болғаннан кейін дайын болған жартылай нанымызды 180 градуста пешке салып пісіріп аламыз. Дайындалған өрнектелген нанымыз дайын, ас болсын.